Сәлем достар, біз сіздермен бүгін ең оңай және ең дәмді окрошканы жасаймыз. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге балығын қияр, қайнатылған картоп пен жұмыртқа, колбаса, көксөктен укроп пен көкпияз, майонез, дәміне қарай тұз бен қара бұрыш, кәдімгі сарағаш және де тан қажет болады. Барлығын үккіштің ірі көзінен бір бағытта өткізіп шығамыз. Яғни ары-бері колбасаны, картошканы езбеңіздер, тек қана бір бағытта өткіземіз. Барлығын өткізген соң көксөкті, яғни укропты, көкпиязды майдалап турап аламыз. Енді соус жасауға кірісеміз. Яғни майонезге қара бұрыш пен тұзымызды қосып алып, кішкене сарағашты құйып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бұлай венчикпен араластырмасаңыздар, майонез кейін сорпасында комочки болып жүреді. Осты үлкен тегешке қосқаннан кейін танымызды қосамыз. Сарағаштың барлығын қоспаймыз, өйткені сұйық болып кетуі мүмкін. Ал енді барлығын жақсылап араластырамыз. Егер қою болып жатса, қалған сарағашымызды қосамыз. Тоңазытқышқа салып, кішкене суытып, содан соң окрошкамызды ішеміз. Осы әдіспен жасалған окрошка өте оңай және өте дәмді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлық сұрақтарыңызға комментарий бөлімінде жауап беремін. Сіздермен бірге болған Тоқжан.